Ханс Кристиан Андерсен. Сіріңке ұстаған қыз. Қыстың қаққан аязы, қалың қар жауып тұр. Кішкентай қыз көшеде жалғыз келе жатыр. Оның үстінде жыртық, жұқа көйлек, ал аяғында өзінен үлкен тозған башмақ. Бұл аяқ киім бір кезде шешесінің болған, бірақ қазір тым ескі, әрі бір башмағы әлде қашан жоғалып кеткен. Қыз қолындағы сіріңке қорабын қатты қысып ұстап келеді. Ол сол күні ештеңе сата алмады. Сіріңке сатып алатын ешкім болмады. Аш әрі тоңған қыз көшеде жүрген адамдардан көмек сұрауға ұялды. Егер үйіне қайтса, әкесі ұрсады. Ол осылай қаңғып жүргенін білсе, тіпті қатты ашулануы мүмкін. Қыз бір бұрышқа барып отырды. Қатты суық еді. Қолдары үсіп бара жатты. Бір сіріңкені алып тұтатты. Сол сәтте кішкентай жалын лап етті. Ал оның көз алдында ғажайып көрініс пайда болды. Ол үлкен темір пешті көрді. Пештен шыққан жылу оған жеткендей болды. Қыз қолын соза берді, бірақ сол сәтте сіріңке сөніп қалды. Қыздың алдында қайтадан суық дала. Ол екінші сіріңкені жақты. Бұл жолы дастархан пайда болды. Үстел үсті толған тағам, қуырып пісірілген үйрек, буы бұрқыраған нан. Қыз қолын созды, бірақ дәл сол кезде тағы сіріңке сөніп, бәрі ғайып болды. Қыз тағы бір сіріңке жақты. Жарықта ол мейірімді әжесін көрді. Күлімсіреп тұр. Ол бұрынғыдай жылы, қамқор. Қыз әжесіне қарай ұмтылды, бірақ сіріңке тағы сөніп қалды. Қыз асығыс тағы біреуін тұтатты. Әжесі қайтадан пайда болды. «Әже, мені өзімен алып кетші», деді қыз. Ол бар сіріңкесін жағып, әжесін жоғалтпауға тырысты. Жарық жарқырап тұрғанда, ол әжесінің жылы құшағында өзін қауіпсіз сенімді. Таңертең қала оянғанда, адамдар бір бұрышта отырған қызды тауып алды. Ол суықтан қатып қалған еді. Бірақ оның жүзіне күлкі үйіріліпті. Қорытынды. Бұл әлемде көптеген адамдар басқалардың қайғысын байқамай өте шығады. Бәлкім, біреу оған көмектессе, қыз тірі қалар ма еді. Кейде қарапайым жылу, кішкентай мейірім біреудің өмірін сақтап қалуға жетеді.